Қайырлы кеш қазақ елі. Бүгін 15 наурыз 2025 жыл. Күні кеше Бурабай қаласында президент Қасым-Жомарт Тоқаев қатысқан құрылтай болып өтті. Осыны мұқият тыңдап шығып, енді осы туралы айтайық. Жылда алдын 2022 жылы Түркістанда, 2023 жылы Ұлытауда, 2024 жылы Атырауда, енді биыл 25 жылы әр құрылтайға 395 миллион ақша бөлінген бюджеттен. Желге ұшқан ақша деп ойлаймыз. Өйткені айтылатын мәселелер, талқыланатын тек арақ ішпеңдер, темекі тартпаңдар, насыбай атпаңдар деген сияқты жеңіл-желпі дүниені ұлттық құрылтай деп айтудың өзі ұят. Нәтижесін қара, нәтижесі нөл. Ешқандай өзгергіштігі де жоқ. Қарапайым халыққа келіп кетер көк тиын пайдасы жоқ. Сол әлеуметтік мәселелері бойынша салықты көтеріп жатырмыз, айыппұлды көтеріп жатырмыз дейді. Отбасындағы зорлық зомбылық болмайтын түкке тұрғысыз жеңіл-желпі нәрселер. Сол баяғы отырғандар, парламент қабырғасындағы депутаттар, сенаттар, сол биліктің жағалағандар, өзінің адамдар, ассамблеяның өзге түрік ұлтының этностың төрағасы әскер деген жігіт, өзбек ұлтының этностың бастығы Шерзод, осылар ғана болды, басқа ешкім жоқ. Сол әләуләйлім бітсе, халәуләйлім бар дегендей дымда бітірген жоқ. 6 жыл болды Тоқаевтың сайланғанына. Мына құрылтай дегенді қазақ халқының жалпы арғы бергі тарихында жылда өткізе білмейді. Бұл кісі орысша өскендіктен мына Кеңес одағында жылда съезд, 27-ші съезд Верховный Совета ЦК КПСС деп өте береді. Мен кішкентай бала кезімде тыңдайтын, 85-86 жылдары өткен ғасырдың. Сол секілді бұл съезді құрылтаймен шатастырып атқан іспеттес. Жалпы құрылтайға қазақ халқы 3 мезгілде той томалақта, қаралы қазада және ел басына күн туғанда құрылтай жарияланып, 300-дің басы бір жерге тоғысып сөйлескен. Мына жерде деген айдың күннің аманда ешқандай оң жағында Ерлан Қарин отыр, бірдеңені шыжбайлап, сол жағында Бибігүл Жексенбай шыжбайлап бірдеңе отыр, ортасында Тоқаев ежелеп бірдеңе айтып отыр. Осы құрылтай ма? Басқа ешкімді кіргізбейді жерге, жабық өтті, тікелей эфирді көрсетпейді. Не айтып атқандарын Құдай білсін, өздері білмейді не істеп жүргендерін. Ал енді мына Америка Құрама Штаттарына келетін болсақ, 6 аптаның ішінде 150 құжатқа қол қойған Дональд Трамп, Мексика шығанағын американдық шығанақ деп айтады. Одан кейін Панамадағы Қытайлар алып қойған жерді салық 10%-бен қомақты қаржы түсті бюджетіне. Одан кейін Европадан Біріккен ұлттар ұйымына тағала толып жатқан халықаралық ұйымдардың барлығын қысқартып, Европадан ақша алды, өндіріп алды. Одан кейін сөйтіп түкке керек жоқ қаптаған департаменттерді ашып тастаған кезінде, Джордж Буштың кезінде, Билл Клинтонның, Барак Обама, мынау Джо Байденнің кезіндегі ашылған департаменттердің бәрін тоқтатып, бір тиын пайдасы жоқ, жауып, қаптаған департаменттің ғимараттарын сатып, бюджетке ақша құйып, адам тиянақты түбегейлі өзгеріс келді деп Америка шулап жатыр. Мінезі алай-дүлей болғанымен Дональд Трамп өзінің ұлттық мүддесін қорғап, 6 аптаның ішінде өзінің мемлекеттік бюджетіне 3 триллион долларды құйдырыпты. Міне, одан басқа да көгілдірлер, қыз-текелердің ғимараттарын жауып тастап, бізде тек еркек, әйел болады, басқа ешқандай 3-ші, 4-ші деген жыныстық әртүрлі нәрселер болмайды бізде түбегейлдеп заңмен тыйым салды. Әртүрлі елдерден келген, ағылып келген мигранттардың бәрін еліне қайтарды. Түбегейлі керек емес нәрселердің барлығын жойды, 6 аптаның ішінде тып-типыл тұталақайын шығарды десек артық айтқандық болмас. Міне, реформа жасап жатыр 6 аптаның ішінде. Тоқаев 6 жылдың ішінде ештеңе істеген жоқ. Әшейін отырып, бірдеңелерді айтады, өзі түсінбейді, біз түсінбейміз. Түсіндіріп айтатын бір адам жоқ. Ұлттық мүддені қорғайтын. Ана жерде ішкі істер, сыртқы істер қаптаған министрліктен енді кадр мәселесіне келетін болса, өзі істеп кеткен сыртқы істер министрлігінен оның қабілет қарымына, ол халықпен қалай жұмыс істей алады, істей алмайды, ойлау көкжиегі қандай,
оның ұйымдастыру қабілеті қандай, онымен шаруасы жоқ. Тек сыртқы істер министрлігі болса, әкеледі да қонжитады, әкім қылады, министр қылады, анда жібереді, мында жібереді, барлығын тағайындап жатыр. Өйткені кадр мәселесі ушығып тұр. Бізде елмен тығыз қарым-қатынастар жасайтын бірде-бір шенеулікті көрмей тұрмыз. Әйтеуір тисе терекке, тимесе бұтаққа, әйтеуір кім көрінгенді әкеп отырғыза береді. Баяғы Назарбаевтың тірлігі. Өмірінде әскерге бармаған Иманғали Тасмағамбетов, Даниал Ахметов, Әділбек Жақсыбековтерді қорғаныс министрі қылып қойды. Ондай диплом жоқ, ол әжеге барсаң түсінбейді ғой ол. Әскериді оқымаған, ол солдат болмаған. Сондықтан әйтеуір Ерболат Досаев универсальный солдат кім болған жоқ, ол министр здравоохранения болды, енді Астана Алматының әкім болды. Кезінде әр салаға лақтыра береді, шахматта өзгерткенде өзгерте береді, бұдан түк шықпайды ғой. Құрылтай осы мәселелер, әлеуметтік мәселелерді талқылау керек. Оны құрылтайды жылда өткізе берудің қажеті жоқ. 390 миллион деген далаға да жатқан ақша емес қой. Әр құрылтайға сонша ақша жібереді. Қалғып мүлгіп отырады ана шал-шауқандар, кемпір-шалдар. Не істеп, не қойып атқандарын белгісіз, түсініксіз. Депутат парламенттің Ерлан Сайыр бірдеңе түсіндіргенде болды, өзі түсінген жоқ не айтқанын. Кеше Азаттық радиосының тілшісіне берген сұхбатында. Не айтып атқанын түсінбейсің. Не заңды дұрыс емес, солқылдақ-былқылдақ. Ал мына Дональд Трамп 6 аптада туталақан шығарды. Міне, реформа деген осылай болады, мемлекет басқару жүйесі. Бізде кешіресіз, ана жердегі отырғандардың барлығы қазақ халқының тарихынан, мәдениет әдебиетінен мүлдем хабары жоқ. Кешегі Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, Қамбар батыр, Еңлік пен Кебек, Қыжыбек пен Төлеген, Қырымның 40 батыры, олардан хабары жоқ. Одан қала берді 7 ғасыр жырлайды Мұхтар Мағауиннің кітабынан хабары жоқ. Кешегі Елімай деп заңырап Ақтабан Шұбырдың Алқакөл Сұламан жазған Елімай деп. Сопы Сматаевтың кім екенін білмейді өз жерде отқандар. Сопы Сматаев бір рет баяғыда маған сұхбат бергенде айтқан еді, мыналарға тірлігіне қарап тұрып. Батсам болды түн қойға, тұтанады мың бойға, аласұрған алаштың зарын тыңдар күн қайда, әр елге бір дедектей, болдық нағыз желептей, тиіп шыққан мың байға деп күйіп кетті ғой. Сол өйстіп айтқан еді. Сол секілді оның хабары жоқ. Одан қала берді әлемдік мына жаңағы ежелгі грек философиясындағы жаңағы Цицерон, Диоген, гректер кезінде Ескендер Зұлхайнардың заманы, одан кейін Кир, Дарий, бері қарай Ассирия, Вавилон қалай құрылды, қалай ыдырады, Рим империясы қалай күйреді, қалай олар пайда болды. Сол кездегі сенат болған Сократ, Платон, Аристотель, Пифагор, одан қала берді бері қарай сыпырсақ парсы әдебиетіндегі ойып тұрып орын алған Омар Хайям, Хафиз, Фирдауси, кешегі Низами, ол керемет жаңағы айтып кеткендер, сұмдық дүниелерді айтқан, жаңағы бері қарай Конфуцийді қараңыз, Лао Цзы, осы әдебиеттерден хабары жоқ, осыларды оқымаған. Цин империясы, Рим империясы, одан қала берді Осман империясы қалай пайда болды, қай жойылды. Кешегі жаңа Ресей империясы, болғара бері қарай Шыңғысхан бізге келді. Түрік қағанатын қалай бабалар құрды, қалай ыдырады. Осман жаңағы Алтын Орданы төрткүл дүниемен түйткілді. Біздің атауымыз Ғын, Сақ, Түрік қағанатын құрды. Одан кейін Алтын Орда пайда болды. Әлемдік деңгейдегі біздің Алтын Ордамен санасқан. Солың тікелей кейін ол ыдырағаннан кейін қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібектен Кенесарыға дейін 36 хандардың атын Тәуекел хан, Әз-Тәуке, Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, Жәңгір хан, кешегі Сәмеке, айта берсең Кенесары, Қасым хан, Абылай хан толып атқан. Олардың тарихынан хабары жоқ адамдар. Олардың кейінгі анау біздің ұлы бабаларымыз Қожа Ахмет Яссауидің хикметтері, кейін мынау жаңағы Ахмет Югенеке, Жүсіп Баласағұн, жаңа Айша биби анамыз домалағана, бері қарап сыпырсаңыз қанша Қараканиттер заманындағы Әмір Темір, бері қарай жылжысақ мына орта ғасыр бабалардың. Кейін Кенесарымен басы алынып 1847 жыл. Кейін Ресей империясындағы анау жаңағы крепостное право ыдырады 1856 жылы. Одан кейін завоевание Средней Азия, орта ғасыр, Орта Азияны басып алу шеңберіндегі. Кейін Кеңес одағы орнады, тәуелсіздікте. Оның барлығында 30 жыл басқарған Назарбаев 500 миллиард ақшаны алып Дубайға қашып кетті, маңғыт аузына саңғыт деп. Енді мына шалқанша отырады, құдай білсін. Осындай дүниелерді, түйткілді мәселелерді
айтатын, бізге саралап бағыт бағдар сілтейтін, саяси сауаттылықты арттыратын бірде-бір жерде ештеңе айтылмайды. Аузын болған өгіздей, жұмған аузын тойған қоздай томпиып, жұмған аузын ашпайтын адамдар отыр. Осындай сілтемелі, осындай нәрселерді айту керек қой. Айтпасаң сөздің ата сөйлет дейді. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады дейді. Бізде әшейін бір-біріне келген кезде ештеңе айтылмайды. Сосын қоғамда қордаланған мәселелерді талқылап отыратын бірде-бір адам жоқ. Ерлан Қарин дегеннің істеп жатқаны бірде-бір сұхбат бермейді, үндемейді. Мен ішімдегіні тап дегендей. Осындайда мемлекет басқару жүйесі бола ма? Айналайын-ау, осындайда айтылу керек қой осы құрылтайда. Құрылтайға пікір алуандылығы, басқа адамдарды тыңдау деген мүлдем бізде қарастырылмаған, ондай түсінбейді. Ойбай, оппозицияда шошып кетеді. Бізде осы елдің азаматы ретінде қазақ елінің дамып өркениетті елдер қатарына қосылғанын бізде қалаймыз. Бізде осы елдің азаматымыз, қазақтың өзге елмен терезесі тең болсын, өркениетке аяқ бассын, көштен қалмасын деген тілек ниетіміз ғана біздің. Сен жамандаған емес, енді жаның шырқырап баратса, ішкі жан дүниеңді айту керек қой. Айтарыңды айтып кет, айта алмайсың қайтып кет дейді Асқар Тоқмағамбетов. Айтсаң сенің айтқаның ауыз жаман дейді қазақ. Сондықтан тыңдайтын құлақ болса, жердегі отырғандардың ішінде бір қазақтың мұңын-мұңдап жоғын жоқтаған бір адам көрмей тұрмыз. Әйтеуір отыр, қонжиып, дым үндемейді. Бір адамнан басқа ол жерде тым болмаса спектакль ойнамай ма? Өткендегі спектакль ойнады ғой. Алматыдан әуежайында бір адам әшейін пышақ ұстап тұр, бір қыздың шашын ұстап. Кейін ол адам құтқарған адамды еңбек ері деп ертесінен бірден Тоқаев оған марапат беріп жатыр. Досаев мақтап жатыр. Ол спектакльдерді білеміз ғой. Халықтың бағытын басқа арнаға бұру деп табылады. Сол сияқты бізде сұрақ көп, жауап жоқ. Сіздермен болған тарихымнан кандидаты Жұмамұрат Кеңесұлы Шамшы. Лайк бас пікір жазыңыздар. Көріскенше күн жақсы, сау, саламат болыңыздар.